Енді бағаның көтерілу бағыты бойынша, аптренд бойынша, бағаның өсу бағытында long position ашылады. Яғни ол сатып алу позициясы дегеніміз. Демек, аптренд жүріп келе жатқан біз байқадық, мысалға, мінекей, аптренд болып жатқан байқадық. Біз бұл жерде табыс табу үшін сатып алу керекпіз, мысалға, акцияны. Мысалы, мына жерде баға деңгейі болады, ол бойынша да сабақ келетін болады. Баға деңгейіне тест тексеру жасалынып, бұдан кейін бар нүктеміз, сатып алу нүктеміз мына жерде болады, мысалға, біз сатып алу, мына жерден біз сатып алсақ, мысалға, плюс белгілі бір акцияның 100 акция сатып алсақ, біз демек long position'дамыз. Біз сатып алу позициясындамыз деген сөз. Сізде акцияңыз сатып алған болсаңыз, сіз позицияда, long позициясында отыр деген сөз. Осы жерден сатып алғаннан кейін, мына жерден сатып жібересіз. Сіз позиция, long позициядан шыққан есебі боласыз. Long позициядан шығасыз, мына жерде сатып жіберсеңіз, sell деген уже сату. Мына жерде buy, мысалы, сатып аласыз. Buy. Мына айырмасы сіздің табысыңыз, осы екі арадағы қанша цент болады, мысалға. Long position дегенді осылай түсіну керек. Егерде сіз акция сатып алсаңыз, сізде сатып алған акцияңыз long position болады, сатып алу позициясында тұрасыз.